Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Диас Базарбай арнасы. Бүгінгі видеода сіздерге ғаламтор жаңалықтары туралы айтатын болам. Ендеше видео бастамас бұрын арнаға жазылып, видеоға лайк баса кетіңіздер және өз ойларыңызды пікірге жаза кетіңіздер. Ендеше мен бастаймын. Ғаламтор 80% адамның қолданатын дүниесі, яғни YouTube, Instagram, WhatsApp және де басқа да ғаламтор жүйелері. Бұл ғаламтор жүйелерінің ішіндегі YouTube қазіргі кезде үлкен даму үстінде. YouTube'да небір видеолар шығып жатыр. Және біздің қазақ контенттердің видеоларының арасында мен Қызық ТВ деген каналды көріп қалдым да, мен сол видеоларды қарадым. Оның соңғы видеоларында көріпкелдер, яғни болашақты болжайтын адамдар жайлы видеолар көбейіп кетіпті. Мен соларды көргенімде, олардың айтуынша 2021 жыл бұдан да нашар. Немесе 2021 жыл Қазақстанда үлкен серпіліс алып келеді. 2021 жыл Қазақстан үшін қой үстіне ботырғай жұмыртқалаған заман деп айтып жатыр. Яғни көріпкелдердің сөзін сөйлеп жатыр. Ол жерде біздің әулие атамыз немесе басқа да кезінде айтып кеткен адамдарымыздың, аталарымыздың, бабаларымыздың сөздерін қайта қозғап жатыр. Яғни оның видеоларында кейбір көріпкел баласы 2021 жылғы жарылыс немесе 2021 жыл бұдан ауыр жыл болады. 2021 жылы планетадан бір тас құлайды немесе метеорит құлайды деген әңгімені айтқан. Бірақ мен бұл әңгімеге мүлдем сенбеймін. Өйткені көріпкелдер, өздерің білесіңдер, көріпкелдер біздің дінде оларға орын жоқ. Неге екені белгілі, өйткені олар шайтанмен байланыста болады. Барлығын шайтанмен байланыста болып, оны өздеріне ақпарат қып алады. Яғни сол секілді 2021 жыл 2020 жылдан да өте ауыр жыл болады деп барлығы болжауда. Барлығы солай айтып жатыр. Мен бірақ ондай сөздерге ешқандай сенбеймін. Барлығын бір Алланың қолына тапсырыңыздар. Осындай видеоларды көргеннен кейін адамдарға кері әсер тиеді. Өйткені дәл осындай жаман жаңалықтарды, дәл осындай видеоларды, дәл осындай қорқынышты видеоларды көрген сайын адамдар өздеріне кері пікір, яғни өздерінің жағдайын жамандатып алады. Психологиялық жағынан да, қай жағынан да алып қарасаңыздар, өзіңіз алданып қаласыз. Егер де дәл осындай видеоларды көре берсеңіз, басқа адамдар көріп атқанын көрсеңіз, балдарыңыз көріп жатса, оған психологиялық тұрғыда атака, яғни шабуыл жасалады. Оның ойлау қабілеті немесе ойлау дағдысы төмендейді, немесе дәл сондай ұғымға немесе дәл сондай жаңалыққа қалыптасып қалады. Ол өте қауіпті нәрсе. Бір Алланың қолына тапсырыңыздар да құлшылық етіп жүре беріңіздер. Ондай ешкімнің артық сөздеріне немесе өзге біреудің артық ойларына ешқандай мән бермеңіздер. Мен бұл видеоны түсіріп отқан себебім, дәл осындай видеоны көріп қалғаннан кейін менің өз оқырмандарыма дәл осындай видео түсіріп, дәл осындай өзімнің оқырмандарыма ақыл айтқым келді де, сіздерге видео арнап видео түсіріп отырмын. Егер де дәл осы еңбекті бағаласаңыздар, лайкпен қолдап, подписка жасап, маған жазылып отырыңыздар. Ендеше сау болыңыздар.